Сәлем достар, бізде сіздерге керемет жаңалық бар. Енді бізді әлеуметтік желіден ғана емес, тойларыңыздың төрінен көруге де дайын болыңыздар. Екеуміз бір сахна, екі дауыс, керемет көңіл күй. Тойда ән айтып қана қоймай, кешті қыздырып, қонақтарыңызды бірге билетуге дайынбыз. Тойларыңыздың ерекше өткенін қаласаңыздар, бізге жазыңыздар. Тойда кездескенше. Сәуле, кеш қарымызда кеш жеп алайық. Қазір балалар шақырып, қызыл екен е, келінді екен. Ай, балалар шақырайық. Назым жеп асыл олды. Балалар. Балалар. Естімейді, естімейді, өздерден көрсін. Кел. Қатар айғайлап көрмейді ма? Кел. Шамды қыл. Дәрі жеп алайық. Сәуле, дәрі саш, кеш, дәрі жеп алайық. Дәрі жеп, қарыз. Бүкіл не кетеді Сәуле, кеш қарымызда кеш жеп алайық. Қазір балалар. Қайттан бастайын ба? Әй, Сәуле, кел қарыз жейміз. Балалар шақырып қарыз жеп алайық. Кел. шақ деуім көрмейді. Аузын жарып айтсай? Естіліңені шығармай Ай, естімейді ғой? Зато басынан. Ай, Сәуле. Ай, балалар тағы В общем, достар, бизнес ашып жатыр, ой, асып тасып жатыр деген ойда бар кейбіреулер бір нәрсеге жету үшін бір кәсіптің артын қуалайын деп жатыр деп те ойлауы мүмкін. Осы жерден бір кәсіп істегіміз келіп тұр. Қыздарға арналған женский салон. Осы кісінің бастауымен мына үшін бояуымыз да мүмкін, немесе бамбук панельдермен, желательно бамбук панельде істегіміз келеді. Мебельдер қойғымыз келеді, сыртына бір әдемі неоновый жарқыраған жазу қойғымыз келеді. Жалпы сервисті жақсартқымыз келеді. Сол мақсатта біз айтқан дүниелермен айналысатын кісілер болса, мебель болсын, жаңағы панелі болсын, жазу, сондай нәрселермен айналысатын кісілер болса, біздердің сізге бір-бірімізге пайдамыз тиюі мүмкін. Сол себепті, если что, вдруг хабарласыңыздар. Оның ішіне біраз ремонт керек, шамалы тез бітіруіміз керек енді. Тез біткені бізге жақсы, жұмыстың тез басталғаны бізге жақсы. Сәттілік тілеп қойыңыздар, жаңағы кісілер болса бізге хабарласыңыздар. Күштілеп реклама жасап береміз.